Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бәріміз бірге кел балалар оқылық өлеңі мен сабағымызды бастайық. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Балалар, бұл өлең шумағының авторы кім? Иә, дұрыс айтасыздар. Ыбырай Алтынсарин. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин Қыпшақ Сейітқұл әңгімесі. Сейітқұл еңбек адамы. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Ыбырай Алтынсарин қазақтың аса көрнекті ағартушысы, жаңашыл педагог. Өзі әрі ақын, әрі жазушы, әрі этнограф, фольклоршы, әрі аудармашы және публицист. Бір сөзбен айтқанда, өз заманның ақыл ойшылы, әрі қоғам қайраткері. Бар саналы ғұмырын қалған жаңа заманның өркениетті елдерінің қатарына қосу жолына арнаған қара қазақтан шыққан бірінші адам. Шын аты Ибрахим. 1841 жылы Қостанай облысының Қостанай ауданы Арқарағай ауылында туған. Ұлт мектебінің іргесін қалаған баба балаларға сабақты қызықты әрі түсінікті етіп берді. Діни мектепте молдадан сабақ алған балалар бір жылда әзер хаттанса, Ыбырайдың оқушылары небәрі 3 айда хат танитын. Оқу тәрбие жұмысын мүлдем тың бағытта ұйымдастырды. 1879-1883 жылдар аралығында Торғай облысының 4 уезінде Торғай, Ырғыз, Троицка, Ақтөбеде жаңа мектеп ашады. Ыбырай өмірінің екінші бір қыры жазушылық, қаламгерлік. Ол балалар әдебиетінің атасы. Сонымен қатар, таза қазақ тілінде қолжазба газетінің бір нөмірін дайындаған. Тұңғыш оқулық шығарған адам да осы Ыбырай Алтынсарин. Бірінші тапсырма: жеке жұмыс. Оқушылар, әңгімені мәнерлеп оқып, мазмұнымен танысайық. Дескриптор: шығарма мазмұнын түсінеді, тұжырым жасайды. Екінші тапсырма: оқиғалар картасы әдісі. Балалар, мына оқиғаларды ретімен орналастырайық. Дескриптор: әдеби шығарманың фабуласын біледі. Шығармадағы оқиғалар тізбегін ретімен дәптерге түсіреді. Үшінші тапсырма: адасқан сөздер ойыны. Балалар, сөздерді дұрыс орналастырып, әңгімедегі негізгі ойды табыңыздар. Дескриптор: сөйлем құрайды, әңгімені талдап, негізгі ойды айтады. Үй тапсырмасы: мега смарт әдісі. Кестені толтырайық.